Қайырлы күн достар, бұл Медикон білім арнасы. Сіздермен Алихан Ғаниұлы, және бүгін біз бүйрек физиологиясына арналған сабақтарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бұл бүйрек физиологиясына арналған екінші сабақ, және бүгін біз зәрдің негізгі түзілу механизмдерін қарастыратын боламыз. Өткен сабақта айтқанымыздай, нефрондар бұл бүйректің негізгі физиологиялық құрылым бірліктері. Бұл схема нефронның схемасы. Және біз мұнда бір қайталап өтсек, шумақты капилляларды жараттық. Боумен капсуласы, проксималды еректелген түтікшелер, жіңішкерген генри ілмегі, дистальды түтікшелер және жинақтаушы түтікшелер. Алғашқы зәр бұл қан тамырлар мен боумен капсуласының арасында зат алмасудың, яғни сүзілудің арқасында түзіледі. Негізінен зәр түзілуінде үш түрлі механизм қызмет атқарады. Сол үш түрлі механизмді алдымен атап өтейік. Олар бірінші фильтрация, екінші реабсорбция және үшінші секреция. Осы үш процесс жүреді, и соңында бізде зәр түзіледі. Немесе оны екіншілік зәр деп атайды. Ал тек қана фильтрация болса, фильтрация нәтижесінде бізде біріншілік зәр, яғни біріншілік несеп түзіледі. Біріншілік несеп фильтрация бұл боумен капсуласында қан тамырлар мен боумен капсуласының аралығында жүреді. Осы жерде түзілген сұйықтық бұл біріншілік зәр болады. Одан кейін оны түтікшелерден қозғалып, қалған екі процестің өтуі нәтижесінде ең соңында жинақтаушы түтікшелерде екіншілік зәр түзіледі. Мұнда біріншілік зәр, ал мұнда екіншілік зәр түзіледі. Әрі қарай ол бізде келесі төмен жатқан зәр шығару жүйесінің ағзаларымен сыртқа шығарылады. Қысқа механизмді өткен сабақта да айтып өткен болатынбыз. Яғни біріншілік зәр түзілді боумен капсуласында фильтрация арқылы. Бұл жерде минутына 125 мл сұйықтық минутына сүзіледі екен. Немесе ол сағатына 7,5 литрді құрайды, ал тәулігіне 180 литр. Сағатына, тәулігіне. Бірақ біз бір тәулікте, бір күн 180 литрге шығармаймыз ғой. Біз тәулігіне, мысалы, ішкен суымызға қарай 1,5 немесе 2 литр зәр шығаруымыз мүмкін. Яғни қалған қанша 178-де 5 литр қайтадан сіңіріледі тәулігіне. Осы сіңірілу процестер бізде реабсорбция, яғни қайта сіңірілу деп аталады. Одан кейін секреция деген бар. Секреция ол қабырғасынан ағзада керек емес заттар қайтадан түтікшенің ішіне синтезделіп түседі екен, яғни шығарылады. Сонымен ең соңында бізде екіншілік зәр түзіледі. Бұл енді жалпы схемасы болды. Енді кішкене тереңірек әр этапқа жеке-жеке тоқталатын болсақ. Бұл бізде бірінші фильтрация процесі. Яғни фильтрация бізде қалай жүреді деген сұраққа жауап берсек. Так, фильтрация. Фильтрация бұл бізде әкелуші артериолалар мен олардың капсулаға еніп шумақталуына және оны шумақталу ішінде боумен капсуласында екеуінің арасында қысымның разницасынан сұйықтықтардың фильтрациядан өтуі. Әкелуші артериолаларда орта есеппен қысым бұл капсулаларда 60 мм сынап бағанасын құрайды. Бұл гидростатикалық қысым. Сонымен қатар қанда гидростатикалық ол 60 мм сынап бағанасын құрайды. Ал боумен капсуласында қысым, боумен гидростатикалық қысым, ол шамамен бізде 18 мм сынап бағанасын құрайды екен. Осы қысымның разницасынан бізде, яғни естеріңізде болса, гидростатикалық қысымның ережесі бойынша сұйықтық әрдайым қысым жоғары жақтан қысым аз жаққа өтуге талпынады, егер арасында өтуге ешқандай кедергі болмаса. Яғни осы қысымның разницасынан сұйықтық бізде қысым жоғары қан тамырдан қысым төмен боумен капсуласының қуысына түседі екен. Басқа ағзаларға қарағанда, оларда мысалы ағзаның тіні, қан тамыры болса, екеуі былай тіке параллельно орналасқан, яғни жанасу беттері оларда анағұрлым үлкен емес. Именно бұл боумен капсуласында көп тұрғаныңызда қан тамыры енеді,
көптеген шумақтар құрады. Сәйкесінше оның беті де өте үлкен секреция алатын. Бомен капсуласы ішінде қуыс бар, қысым разницасы бар. Әрине сұйықтықтар қысым жоғары жақтан қысым төмен жаққа өтіп алуға талпынады. Бұл жалпы осылай жалпы тілмен айтқанда механизм. Сонымен қатар қанда бізде онкотикалық қысым бар екенін ұмытпау керек. Онкотикалық қысым қанда именно бұл шумақтарда ол 32 мм сынап бағанасын құрайды. Бұл онкотикалық қысым, егер сізге бұл бірінші рет естіліп тұрған термин болса, бұл белоктық қысым болып табылады. Белоктардың арқасында түзілетін. Оның негізгі қызметі ол керісінше сұйықтықты өзіне сақтап қалуға тырысады. Сұйықтықты, бұл белок заттар суды өзіне тартады и әрдайым суды өзімен бірге алып жүруге тырысады. Яғни, мысалы Бомен капсуласының іші болсын, мынау қан тамыр болсын. Бұл жерде айттық. Мына жерде гидростатикалық қысым бар, және онкотикалық қысым бар. Бомен капсуласының ішінде гидростатикалық қысым бар. Өйткені оның арасында одан алдыңғы түзілген несептегі сұйықтықтардың біраз мөлшері әлі де бар деген сөз. Ал бірақ онкотикалық қысым ода болмайды. Онкотикалық қысым ол нөлге тең. Салыстырмалы түрде. Мүмкін азғантай басады, бірақ бұл мәні жоқ оны қарастырудың. Себебі фильтрациядан өткен кезде қанның құрамын еске түсірейік. Қанның құрамы бізде қанның элементтерінен тұратын. Қан элементтер деп тұрғанымыз бұл эритроциттер, лейкоциттер және тромбоциттер. Ал кейін қанның сарысолық бөлімі бар. Немесе қан плазмасы деп атаймыз. Қан плазмасында қалған қоректі заттар, қандағы мысалы альбумин белоктары, глобулин белоктары, қанның құрамында натрий, калий және тағы басқа мысалы глюкоза секілді қоректі заттар мен микроэлементтер бар еді. Фильтрациядан келген кезде ол одан жерде сүзіледі, бірақ сүзілген кезде қан ең бірінші кезекте қан элементтері және белоктар. Олар фильтрациядан өтпейді. Өйткені олар бұл жердегі фильтрацияның поралары дейді, тесіктері, олардан өте алмайды. Қалған сұйықтық бөліктері, сонымен қатар кальций, жаңағы глюкоза секілді амин қышқылдары, бұлар ең ұсақ дисперсті жаңа белоктар. Бұлар фильтрацияның өтіп, алғашқы зәрдің құрамына енеді екен. Яғни, бізде алғашқы зәрдің құрамында белок жоқ, сәйкесінше онкотикалық қысым бұл жерде нөлге тең. Бұның онкотикалық қысымын қарастырмаймыз. Гидростатикалық қысымның ережесі, бұл қысым әрдайым өзі жоғары жақтан сұйықтық төмен жаққа қарай қозғалуға бағытталады. Яғни гидростатикалық қысымында 60, ал мұнда біз қанша 18 дедік. Яғни қысым сұйықтықта сәйкесінше қан тамыры капилляр құрамынан Бомен капсуласына өтуге талпынады. Бұны өтуіне ешқандай кедергі жоқ. Бұл жерде арнайы жаңағыдай тесіктер бар. Бұл тесіктер арқылы қан тамыр қабырғасына еркін өте алады. Ал онкотикалық қысым керісінше ол сұйықтықты өзіне сақтап қалғысы келеді. Яғни бұл гидростатикалық қысымға қарсы жұмыс жасайды да, ол сұйықтықты жібермей қалады. Сонда екі қарама-қарсы күш болып тұр. Сонда бұл жерде бізде келесі бір ұғым фильтрациялық қысым деген ұғым пайда болады. Фильтрациялық қысым. Фильтрациялық қысым ол және қысымның разницасы гидростатикалық қысым капиллярдағы минус гидростатикалық қысым Бомен капсуласындағы. И бұған қарама-қарсы жасап тұрған онкотикалық қысым болғандықтан, қарама-қарсы жұмыс жасап тұрғандықтан, и ол да минус онкотикалық қысым болады. Бұл фильтрациялық қысымды анықтайтын жалпы формула. Сонда қазіргі жағдайда бізде фильтрациялық қысым 60 мм сынап бағанасымен минус 18 және минус 32. Қаншаны екеу 50, 60, 10 мм сынап бағанасын құрайды екен. Яғни фильтрациялық қысым әлі оң болып тұрған кезде бізде алғашқы несеп түзіледі деген сөз. Мұнда фильтрациялық қысым 10 болып тұр. Оң мән болса, онда сұйықтық капиллярдың құрамынан Бомен капсуласының ішіне қарай өтеді. Кейбір жағдайлар болуы мүмкін, фильтрациялық қысым нөлге тең болуы мүмкін.
иә, мұндай жағдай болуы мүмкін ғой. Ол қандай жағдайларда, мысалы либо қанның гидростатикалық қысымы төмендеп кетуі мүмкін. Айталық, бұлай 50-ге дейін түсіп кетті. 50 минус 18 минус 32 нөлге тең болады. Немесе керісінше, Боумен капсуласының ішіндегі гидростатикалық қысым артып кетуі мүмкін. Ол көбінесе зәр іркілістері кезінде болады. Қандай да бір, мысалы, гидролитиаз деген ауру бар. Нефролитиаз деген ауру бар. Яғни бүйрек тас ауруы. Бүйрек тас ауруы кезінде бізде зәрдің төмен жатқан тостағанша, табақша деңгейлерінде ол тас болады да, тас сол жерде бітеп қалады. Несеп ары қозғала алмай қалады. Содан несеп түзілгенде жинақтала береді, сұйықтық мына жинақталады, сонымен Боумен капсуласында сұйықтық жинақталады. Сұйықтық жиналып, оны керілгеннен кейін ол жерде сәйкесінше гидростатикалық қысым артады. 18-ден ол айталық 28-ге дейін өсіп кетті. Ал қалған екі қысым өзгермейді, сонда ол қайтадан нөлге тең болады. Онкологиялық қысым өзгерісі анау айтқанда жиі бола бермейді, ол сирек жағдайда, мысалы бауыр аурулар кезінде болуы мүмкін, қанның онкологиялық қысымы өспеген, немесе кейбір бүйректің өзінің аурулары кезінде. Ол зәрмен көптеп бөлінуі болады. Яғни ол жаңа белоктар өтпейді дедік, кейбір біраз зақымдаулар кезінде ол белоктардың өтіп кетуі мүмкін. Сондай жағдайларда фильтрациялық қысым нөлге тең болуы мүмкін. Сондай немесе нөлге жақын мәндерге тең болған кезде, яғни фильтрация жүрмейді, алғашқы зәр түзілмейді, сәйкесінше ол жердегі ағзаның қалдық өнімдері сыртқа шығарылмайды. Бұл бізде бүйректің жедел зақымдалуы деп аталатын синдром. Яғни зәр тоқтағандықтан ағзадағы жаңа зиянды заттар сыртқа шығарылмайды да, ағзада жалпы улану, интоксикация болады. Фильтрациялық қысымның теріс мәнге ие болуы мүмкін бе деген сұрақ туындауы мүмкін. Фильтрациялық қысым теріс мәнге ие болуы бұл теориялық тұрғыдан мүмкін болғанмен, бұл жерде практикалық жағынан бұлар байқалмайды деп ойлаймын. Себебі мен ешқандай әдебиетте фильтрациялық қысымның теріс мәнге ие болған туралы ақпарат кездестірмедім. Так, фильтрациялық қысым егер теріс болса, онда ол керісінше зәр Боумен капсуласынан қантамырға қарай қозғалу керек еді. Бірақ бұл жерде белгілі бір механизмдер арқылы ол алғашқы зәрдің кері бағытта қозғалуына жағдай жасамайды. Ол әкелуші және әкетуші артериолалардың кеңіп немесе спазмы болып қан қысымын арттыруға немесе төмендетуге бағытталған механизмдермен, ол бәрібір компенсаторлы механизммен оны теңестіріп отырады. Бұл себептен зәрдің кері бағытта қозғалуы бұл мүмкін емес. Так, енді біз бұл жердегі жоғарыда айтып өттік, қан элементтері мен белоктар фильтрациялық барьерден өтпейді деп. Бұл не үшін өтпейді? Яғни ол осы жердегі құрылымдардың ерекшелігіне байланысты. Енді сол құрылымдардың ерекшелігін сипаттасақ, сол құрылымдарға тоқталып өтейік. Так, егер біз мына жердегі белгілі бір бөліктің кесіндісін алып қарайтын болсақ, айталық, мынау қан тамырдың қабырғасы. Эндотелий қабаты болсын. Бұл жерде капиллярлар, естеріңізде болса, екі қабаттан тұрады, ол эндотелий қабаты және базальды мембрана. Базальды мембранасы болсын. Эндотелий қабатында эндотелийдің айналасында орналасқан кішкене тесік құрылымдар болады, оларды біз фенестрлер деп атаймыз. Осы фенестрлер арқылы жоғарғы беті бұл қан тамырдың іші, төменгі беті бұл қан тамырдың сыртқа қарап тұрған бөлігі. И осының сыртында тағы бізде подоциттер деп аталатын құрылым болады. Бұл осы бүйректегі клеткалар, олар жалпақ болып келеді, и олардың кішкене бүрлері болады. Осындай бүрлі құрылымдар болады. Осы бүрлі құрылымдардың арқасында ол алғашқы зәр түзіліп жатқан кезде, фильтрациясы процесс кезінде ол жаңағы ішіндегі коррекция заттар дейміз бе, немесе
зат алмасу өнімдерін немесе қан элементтерін тесіктер арқылы өтіп кетуден сақтап тұрады, яғни фильтрациялық қызмет атқарады ол да. Бұл фенестрлердің диаметрі шамамен 8 нанометрді құрайды екен. 8 нанометр, яғни 8 нанометрден кіші заттардың барлығы осы тесіктер арқылы өтеді. Қандағы почти қан элементтерінен басқа құрылымдардың барлығы бұл өте ұсақ құрылымдар. Сәйкесінше олардың барлығы осы тесіктер арқылы өте алады. Белоктық құрылымдар да бар, 8 нанометрден кішкентай, бірақ бұлар өте алмайды екен. Ол не себепті деген сұрақ туындайды. Осы фенестрлердің айналасында теріс зарядталған аниондар көптеп орналасады екен. Егер биохимия курсынан естеңізде болса, бұл альбумин, глобулиндер, бұлар теріс зарядталған, зарядтары теріс белоктар болып табылатын. Яғни, мысалы 6 нанометр белок келеді, альбумин алайық. И мына жерден өтейін десе, теріс, мына жақта да теріс, кіре беріс. Теріс зарядтар бір-бірін тебеді, бірдей зарядтар бір-бірін тебетін білесіздер. И содан бұлар теріске арқылы өткізбейді. Вдруг одан өтіп кеткен күннің өзінде ары қарай базальды мембранада да, подоциттің аяқшаларында да ол теріс зарядталған. Мына барьерден өткенмен олар келесі барьерден өте алмайды. Сол себепті де әрі қарай бұл осы белоктық заттардың зарге шығып кетуіне кедергі жасап тұрады екен. Қан элементтерінде сондай, бұл жерде эритроциттерді айтып өтуге болады. Эритроциттердің де заряды сыртқы беті ол теріс зарядталған. Кейбір патологиялар кезінде фенестрлер зақымдалып, зарядтар азайған кезде, немесе фенестрлердің диаметрі ұлғайып, немесе мына жерде қандай да бір ақау пайда болған кезде эритроциттердің сыртқа шығып кеткен көруге болады. Ол көбінесе бұл бүйректен патологиялар кезінде гломерулар нефрит деген бар. Сол кезде гематурия, яғни қанда эритроциттердің көптеп шығуы болады. Бұл кезде біз қан кетудің бүйректен болатынын білуімізге болады. Өйткені ол жерде түрі өзгерген эритроциттер немесе сілтіленген эритроциттер дейді. Сілтіленген эритроциттер сәйкесінше сыртқы мембраналық қабаты бұл оң зарядталған эритроциттер болып келеді. Сонда сол эритроциттерді біз зерттеу арқылы оның именно бүйректен шығып жатқанын көре аламыз. Енді бұл кішкене ақпарат болды. Алға жылжыдық. Сонымен қайта өзіміздің физиология, норма физиология қайтатын болсақ. Сонымен бұл бізде фильтрациялық барьер деп аталады. Фильтрациялық барьер ол 3 қабаттан тұратын білдік. Олар қантамырдың эндотелия, базальды мембрана және подоциттер, немесе бұл эпителий жошылары. Эпителий қабат деп атайды, немесе именно қандай клетка десек подоциттерді жауап бересіздер. Подоциттерде осындай көпіршелі өсінділі құрылымдар болады. Осы өсінділі құрылымдардың реттеу арқылы олардан фенестрлер сияқты қызмет атқарады. Олардың арасында саңылаулар болады. Осы саңылаулардың екі подоцит аяқшасы алайық. Мынау бір подоцит, мынау саңылау. Керекті заттар мына жерде теріс зарядталғандар. Теріс зарядтап тұр, бұл аяқшалары оң зарядталған құрылымдар немесе заряды жоқ құрылымдар өтеді. Ал керісінше оң зарядталған құрылымдар, теріс зарядталған құрылымдар келген кезде олар зарядпен өткізбейді. Еще подоциттердің аяқшалары бір-бірімен жабылып қалып, оның сүзгілік қызметін әрі қарай күшейтеді. Кейде осы подоциттердің зақымдалуы болуы мүмкін. Ол бізде минималды өзгерістер ауруы деген бар. Вдруг сіздерден сұрап қалады. Кішкене айтып өтесіз, минималды өзгерістер ауруы кезінде ол осы подоциттердің зақымдалуы салдарынан болады. Бұны біз тек биопсия процесі, яғни тінді алған зерттеген кезде ғана көре аламыз. Көптеген мысалы рентген, УЗИ секілді тағы басқа зерттеу әдістерінде бұлар көрінбейді. Сол себепті де оны минималды өзгерістер ауруы деп атаған. Яғни көзге көрінбейтін ең минимум өзгерістер болады деген сөз. Бұлар көбінесе балаларда кездесетін патология. Бұл осы подоцит аяқшаларының зақымдалуынан туындайды. Сонымен подоцит жасушасы не десе, осында қантамырдың сыртқы қабырғасына қоршай орналасқан клеткалар деп атайсыздар. Оны енді жалпы құрылысын келтіретін болсақ, мынау мысалы қантамыр болсын, ішінде қантамыр болсын, осы қантамырдың сыртында подоцит жасушалары былай орналасады. Мынау подоцит жасушасының денесі, осы былай өсінділермен қантамырдың қабырғасына жабысып орналасқан. Келесі подоцит, мына жерде келесі, мұнда келесі. Әрқайсының өзінің сондай өсінділері бар.
кірпікше тәрізді. Сол қан тамырдың сыртынан қоршап алады, былай қоршап алады да, мына фенестрден өтіп кеткен заттар болса, егер өтуі керек емес болса, мысалы белоктық хромдар, оларды керісінше артқа қарай теуіп отырады. Вот, теуіп отырады деген, яғни зарядпен теуіседі. Теріс заряд, мұндағы теріс зарядты бір-бірін тебетсе, олардың алғашқы зарядың құрамына түсуін болдырмайды. Вот, фильтрациялық барьердің құрылысы мен қызмет ерекшелігі осындай. Жалпы схемалық құрылымы болды. Сонымен фильтрациялық барьерден қанның құрамындағы келесі заттар өтпейді, ол қан элементтері, эритроцит, лейкоцит, тромбоцит және белоктар. Қаланың құрамындағы сұйық бөліктердің барлығы бұл алғашқы зардың құрамына өтеді. Алғашқы зар минутына 125 миллилитр жылдамдықпен өтеді. Осы өту жылдамдығы бізде шумақтық сүзілу жылдамдығы деп аталады. Шумақтық сүзілу жылдамдығы немесе скорость глубокой фильтрации, СКФ. Көбінесе осы терминді кездесулеріңіз мүмкін. СКФ бұл шумақтық сүзілу жылдамдығы деген сөз. Нормада қалыпты ересек адамдардағы шумақтық сүзілу жылдамдығы бұл 120-125 миллилитр минутты құрайды дейді. Әрине бұл жас ерекшеліктеріне байланысты, балаларда бұл әлдеқайда төмен болады. Мысалы, шамамен 60 мм сынап бағанасын құрауы мүмкін. Ең ерте жастағы балаларда ол бала өскен сайын сол құрылым бұл көрсеткіш арта береді. Немесе керісінше, мысалы, спортпен жиі шұғылданатын адамдарда, немесе дене салмағы үлкен, суды көп пайдаланатын адамдарда бұл көрсеткіш жоғары болуы мүмкін. Бұл әрине потребность, қажеттілікке байланысты өзгеріп отырады. Бірақ бұл норма, мысалы, 70 кг салмағы бар ересек адамда нормамен осындай болуы керек деп белгіленеді. СКФ-ті есептейтін әртүрлі формулалар бар. Қазіргі кезде онлайн калькуляторлар өте көп шыққан. Сол көрсеткіштер арқылы осы біз шумақтық сүзілу жылдамдығын есептей аламыз. Шумақтық сүзілу жылдамдығы кезінде негізінен алғанда бұны есептеу үшін бізде креатинин деп аталатын заттың зәрдегі мөлшері және қандағы мөлшері қолданылады. Ол не үшін деген сұрақ. Ол не үшін деген сұраққа жауап беру үшін біз кішкене алға жылжып, қоректі заттардың бұл жердегі фильтрация, реабсорбция және секреция процестерінен өтуін сипаттауымыз керек. Егер экранның сол жағына қарайтын болсаңыздар, онда төрт түрлі схеманы көріп тұрсыздар. Бұл жерде көкпен салынған бұл нефронның схематичный суреті, ал мынау нефронның сыртынан қоршайтын әкетуші артерияның тармақтары. Яғни бұл жерде қоректі заттардың қозғалысының төрт түрлі мүмкін болатын жағдайын қарастырамыз. Бірінші жағдайда, яғни алғашқы зәрде қоректі заттар фильтрациядан өтеді, бірақ олар қайтадан толық күйінде қанға сіңіріледі. Яғни 99-100% күйінде қайтадан сіңіріліп, олар екіншілік зәрде, яғни соңғы зәрде оларды болмау керек. Мұндай заттарға амин қышқылдары мен глюкоза жатады. Яғни натрий жатады. Қалыпты физиологиялық жағдайда қалыпты физиологиялық көрсеткіш мөлшерде. Бұл қоректі заттар ағзаға неғұрлым керек заттар, олар ағзаға шығарып тастағаннан гөрі өздерінде сақтап қалу керек. Сонда 199-100% бұл қоректі заттар қайтадан сіңіріледі, олар алғашқы соңғы зәрде болмайды. Екінші заттар, олар алғашқы зәрде түзіледі, фильтрациядан өтеді, бірақ толық күйінде емес, бір 60-70% ғана қайтадан біраз бөлігі ғана сіңіріледі. Оған мысалы мочевинаны жатқызуға болады. Мочевина шамамен 55% олардың физиологиялық жағдайда қайтадан сіңірілуі керек. Үшінші жағдай, олар алғашқы зәрде болады, еще олар қантамырда үшінші процесс секреция арқылы қантамырдан қайтадан қосымша түсіп, солар арқылы шығарылады. Бұған көбінесе калий және сутек протондарын немесе протондарды мысал етіп алуға болады. Бұл қоректі заттар немесе иондар. Бұлар осы кезде зат алмасу процестері кезінде натрий сіңіп кезде осы екі элемент көбінесе секреция түрінде солардың орнына шығады и соңғы зәрбен, екіншілік зәрмен сыртқа шығарылып кетеді. Бұл үшінші процесс бұл. Және төртінші процесс
зәр арқылы шығатын, бірақ мүлдем сіңірілмейтін, яғни 100% күйінде сыртқа шығарылып кету керек заттар. Үшінші, осыған бізде креатинин жатады. Креатинин. Яғни қанның құрамында қанша, мысалы 60 миллимоль на литр креатинин болды, и сол 60 миллимоль на литр креатинин бәрі қайттан зәрмен шығарып кету керек 100% күйінде. Яғни осы креатинин клиренсі деп аталады. Креатинин қанның тазаруы деген сөз. Осы арқылы біз зәрдің құрамындағы креатининге қарап, және қанның құрамында креатининге қарап, олардың разницасын есептеу арқылы бүйректегі мына жерде сүзілу процесі, жалпы бүйректің қызметі қалай жүріп жатыр, соны жанама түрде бағалауға болады. Сол себепті де СКФ-ті есептеуге, яғни шумақты сүзілу, мына жерде шумақты сүзілу жылдамдығын есептеуде креатининнің клиренсін қолданады. Яғни бұл жерде сүзілу қалыпты жүріп жатыр ма, или тез жүріп кетіп жатыр ма? Қан тез ағып кетсе, жеткілікті мөлшерде сүзіліп алынбайды ғой, сәйкесінше зәрдегі креатининнің мөлшері төмендеп кетеді. Немесе керісінше, мына жерде застой болған кезде, қан ағысы тоқтап қалады, қан кетпей қалады, құрамында креатиннің бәрі уже фильтрациядан өтіп кетеді. Содан креатиннің мөлшері көтеріліп кетуі мүмкін. Осыны қалай бағалау үшін бізде сол шумақты сүзілу жылдамдығын есептеу көрсетілген. Енді шумақты сүзілу жылдамдығын есептейтін кейбір формулаларға тоқталып өтсек. Біз жоғарыда айтып өттік, шумақты сүзілу жылдамдығы бұл бүйректің фильтрациялық қызметін бағалайтын бірден-бір көрсеткіш. Яғни біз шумақты сүзілу жылдамдығын есептеп, оны нормамен салыстыру арқылы біз фильтрацияның жұмысын салыстырмалы түрде бағалай аламыз. Бұл жерде үш түрлі формула келтірілген. Жиі сіздер кездестіретін ең бірінші тұрған бұл әдебиетте жиі кездесетін формула. Ол бойынша зәрдегі креатиннің концентрациясын анықтайды, оны қандағы концентрацияға бөледі, зәрдің мөлшерін көбейтеді и 1440-қа бөледі. Яғни бұл тәуліктік көрсеткіштерді жинақтап келіп 1440-қа бөлуі, яғни 1440 бұл 24 сағат пен 60 минуттың көбейтіндісіне тең. Яғни бұл қазір біз егер үшеуін ғана қолдансақ, тәуліктік мөлшерді анықтаймыз да, ал бізде СКФ-тің шумақты сүзілу жылдамдығының өлшем бірлігі ол миллилитр на минут. Яғни біз минутына есептеуіміз керек. Сол минутқа есептеу үшін 1440-қа бөлінеді. Бұл формула өте қиын және қолданыстан шығып қалған формула деп айтса болады. Себебі бұл формуланы есептеу үшін, яғни көріп тұрғандарыңыздай тәуліктік зәрдің мөлшерін есептеу керек, және соның құрамында шыққан қанда зәрдегі креатининнің концентрациясын есептеу керек. Ал оны тек мысалы бір порциясын алып есептейтін болсақ, онда біз оны қанша уақыт жинақталғанын білмейміз. Ол зәр қанша уақытта түзілгенін, сол себепті ол өте қатеге толы болады. Осы формуланы қолданып есептеп көрейік. Мысалы, тәуліктік концентрациясы 10.000 микромоль на литр болсын зәрдегі. Ал қанда обычно ол мысалы 50 мен 100-дің арасында отқиды. Ал мысалы 80 микромоль на литр. Тәуліктік зәрдің мөлшері мысалы 1200 миллилитр болсын, яғни 1,2 литр шығарған, және оны 1440-қа бөлеміз де әрбір минутта шыққанды есептейміз. Так, 10.000-ды бөлеміз 80-ге, көбейтеміз 1200-ге, және бөлеміз 1440-қа. Так, бізде 104-те 16 миллилитр минут шықты. СКФ-тің нормасы ересек адамдарда шумақты сүзілу деген, шумақты сүзілу жылдамдығы нормада 90-нан жоғары болу керек. Бұл ең төменгі шегі. Әрі қарай бұл шумақты сүзілу жылдамдығының жеткіліксіздігін көрсетеді. Қазіргі кезде жиі қолданылатын формулалар бұл Кокраф-Голд формуласы және Шварц формуласы. Алғашқы тұрған формула бұл ересек адамдардағы шумақты сүзілу жылдамдығын есептеуге, ал Шварц формуласы бұл балаларға арналған. Бұл формулаларда зәрдегі мөлшерін, креатининді есептеп жинақтаудың керегі болмайды. Бұл жерде қарапайым тек қана қандағы концентрациясын анықтаймыз, және жасы мен массасын білсек жеткілікті. Егер әйел адам болса, онда ол соңында 0,85-ге көбейтіледі.
мысалы ер адамдыкімен есептеп көрейік. 88 көбейтілген, айталық 30 жастағы ер адам болсын. 30-дан 140 азайтамыз. 140 минус 30, яғни бұл бізде 110 шығады. Көбейтеміз, массасы мысалы 70 килограмм болсын. Бөлеміз 72-ге, қандағы концентрациясы 80 алайық. Осыны есептейміз. Так, 88 көбейтілген 110, көбейту 70, бөлінген 72, бөлінген 80. Бұл бізде 117-де 64 шықты миллилитрна минутына. Доса формуламен есептейміз. Шварц формуласында бұл жерде баланың бойы керек, қандай коэффициент керек. Бұл коэффициент әрбір жас ерекшелігіне қарай балаларда әртүрлі болады. Бұның арнайы кестесі бар. Және сол кесте арқылы есептеледі. Тағы да айтып өтейін, қазіргі кезде бұл шумақтық сөйлеу жылдамдығын есептейтін көптеген онлайн калькуляторлар бар. Қазір ешкім бұлдай параққа жазып есептемейді. Бұл тек білгенге енді өмірде әртүрлі жағдай кездесуі мүмкін. Так что, егер нефролог болып жұмыс жасайтын болса, врачтар мысалы, бұл формуларды жатқа білудің қандай да бір қажеттілігі туындап қалуы мүмкін. Және бұдан басқа да көптеген тағы дамытқан, модифицирленген формулалар да бар. Оларды онлайн калькуляторда іздеп таба аласыздар. Осы интернетке онлайн калькулятор SKF-те жазсаңыздар шығады. Параметрлерін енгізесіздер, салмағын, бойын, керек сұрап тұрған нәрселерін. Енгізгеннен кейін сразу результаттарын шығарып береді. Бұл бізде шумақтық сөйлеу жылдамдығын есептейтін формула болды. Осымен біз шумақтық сүзілудің, яғни фильтрация кезегінің негізгі құрылымдарын атап өттік. Тағы бір еске түсіріп өтсек, шумақтық сүзілу бізде Бомен капсуласында жүрді. Капиллярлар мен Бомен капсуласының арасында. Ол жерде фильтрациялық барьер болатынын айттық. Барьер 3 қабаттан тұрады. Олар эндотелий қабаты, базальды мембрана және поддатция шоларынан тұрған эпителий қабаты. Осы 3 қабат бізде фильтрациялық барьерді құрайды. Осы барьерден қан элементтері мен белоктар өтпейді, қалған заттың барлығы өтіп, біріншілік зәрді түзеді. Біріншілік зәрдің құрамы, яғни мөлшері минутына 125 нормадан, мысалы есептедік қазір, мысалы, науқаста 117 мл түзіледі екен алғашқы зәрі. Яғни ол сағатына 7 литр болуы мүмкін, ал тәулігіне 180 литрге дейін жетуі мүмкін. Бірақ тәулігіне біз бар болғаны 1-1,5 литр ғана зәр шығарамыз. Соны қалған зәрдің бәрі қайтадан сіңіледі. Олар бізде реабсорбция қызметімен бақыланады. Сонымен қатар секрецияға тоқталып өттік. Кейбір иондар, калий, сутек секілді олар секреция арқылы зәрдің құрамына қайтадан тағы синтезделіп, содан олар екіншілік зәрмен шығып кетеді. Бүгін біз фильтрациялық қызметіне нақты тоқталдық деп ойлаймын. Негізі функцияларды атап өттік. Осымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақта да қалған екінші және үшінші процестерге, яғни секреция және реабсорбция процестеріне тоқталып өтетін боламыз. Әзірге аман сау болыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше.